Сәлем достар, сіздерге бүгін Фаберлик маркетингі арқылы қалай тез директор статусына көтеріліп 3000 балл жасау жолдарының жалпылама түрін көрсеткім келіп отыр. Сіздер білесіздер, Фаберлик компаниясында екі жол бар. Бірінші жол тұтынушылық жол, яғни өз керек жабдықтарыңызды алып тұтынушы болып тұратын. Екінші нақты жол ол бизнесқа келіп, саналы түрде өз-өзіңізге шешім қабылдап, өміріңізге жауапкершілік алып, жоқ дегенде 20 күнде 150 мыңнан жоғары табыс алам, бір айда 200-250 мыңнан жоғары табыс алам деп келген адамдар болсаңыздар, мына менің қазіргі айтылатын маркетинг планымды дұрыстап ұғынып алыңыздар. Яғни бізде бизнесқа келсеңіз, тауар айналымы 50 балл. 50 баллыңыз кем дегенде 20 мың теңгемен 40 мың теңгенің арасы. Яғни бұны бизнес ретінде қарастырыңыздар. Сіздер нақты бизнесқа келсеңіздер, бизнес ниет, бизнес талпыныс және де бизнес ұмтылыс болу керек. Ал егер сіз 100 балл жабатын болсаңыз, жеке объемыңыз, онда сіз VIP консультант боласыз. Оның өзіндік жеңілдіктері мен артықшылықтары бар. Ол туралы басқа видеода айтамыз. Енді мұнда Фаберлик компаниясына кіру, тіркелу тегін. Табыс бізде 21 күн сайын, яғни 3 апта сайын сіз табысқа ие боласыз. Және де бір жылда үкіметте сіз 12 рет жалақы алатын болсаңыз, Фаберлик компаниясында 18 рет табысқа жетесіз. Енді қалай жетуге болады? Негізі бізде өздеріңіздің тіркелгеннен кейін жеке кабинеттеріңіз болады. Сол жеке кабинеттің ішінде план развития деп барлық маркетинг нақты компаниямен қабылданған форматта, нормада, барлығы есебімен, барлығымен түсіндіріліп тұр. Мен сіздерге қазір мына жалпы қазақша тілмен көкейлеріңізге жететіндей етіп түсіндіруге тырысамын. Мына жерде сіз 50 балл жауап келіп тұрсыз, немесе 100 балл өзіңіз шешесіз. Егер сіз VIP консультант болсаңыз, 100 балл жабасыз. Егер бизнесқа өзіңіз 30-40 мың теңге арнай алмасаңыз, барлығы бекер. Сіз 30-40 мың теңгемен басқа бизнесті алып кете алмайсыз. Кәдімгі күнделікті айналысатын сауда-саттықтың өзінде ол жаңағы 30-40 мың теңгеңіз барып қайтып зат алып келетін жолыңызға да жетпейді. Бұл да сондай бизнес. Бұл жерде сауда-саттық жасап, жаңағы Фаберликке заказ беріп сатып, сумка арқалап жүрудің қажеттілігі жоқ. Бұл жерде сіз мына маркетингті ұғыныңыз. Сіз келіп, командаңызға нақты бизнесқа деген, мысалға бұл жердің барлығы есеп, адамдарды шақырыңыз. Енді сіз адамдарды таңдамаңыз, жасайды, жасамайды деп сыртынан адамдардың тон пішіп, ол адамдардың сыртынан жасаудың қажет жоқ. Сіз әкелген кезде бұл бизнесқа салатын ақшам жоқ деп келген адам мышлениясы, яғни бизнес жасайтын адам бұл жерде ақша табу үшін келулеріңіз керек. Мына салып жатқан 50 баллдарыңыз маркетинг план бойынша егер дұрыстап мәнін ұғынып үйреніп кетсеңіз, қалталарыңыздан да шықпайды. Бұл бизнес белгілі бір жаңағы көп ақша салып жасайтын бизнес емес. Дұрыстап саналы түрде үйреніп кетсе, тез арада өз табысыңызға шығып кететін бизнес. Яғни сіз келдіңізде айталық 5 адамды нақты бизнесқа келдіңіз. Бизнесқа алып келген. Мысалға, адамдарыңыз 5 адам. Мысалы, бұлай әріптермен белгілейік. Ол адамдарға сіз осы бизнес ретінде түсіндіріп, 50 балдан жапқызып отырсыздар. Әр адамға бизнесті бизнес ретінде 50 балдың маңыздылығы, 100 балдың маңыздылығы ретінде нақты түсіндіру керек. Себебі бір мамандықты алу үшін сіздер 5 жылдап оқып, 4-5 жылдап оған қанша энергия, қанша ақша, қанша уақытыңызды бөлесіз, және оны бітіріп келгеннен кейін бірден 500 мың айлыққа шығып кетпейсіз. Жоқ дегенде 50-60 мың, 100 мың, 200 мың, әр кетсе 300 мың айлық болар. Ол ең керемет жағдайларда. Бұл бизнесте сіз өзіңіздің бизнес ретінде нақты қарасаңыз, 20-30 мың теңгеңізді қия отырып, тез арада 20 күнде, немесе 40 күнде өзіңіздің әрекетіңізге байланысты жоқ дегенде 150-200 мың табысқа шығып кете аласыз. Енді бұл жердің барлығы есеп.
Былай келген кезде 3000 балды 20 күнге бөліңіз. Яғни бізде бір каталог 20 күн, сонда күніне 150 бал объем. Енді мына жерде сіз адамдарыңызды, сіз өзіңіз 50 бал жауып тұрсыз. Команда келдіңіз. 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерде тек потребительдер айтайық. Біреу 10 балға жасады, мына жерде біреу 20 балға жасады. Міне қарап отырсаңыз, сіз 5 адамнан деп те тарауға болады. Немесе мына суретте көрілгендей, мынау сіз 50 балыңыз жауып тұрсыз. 3 адамда келдіңіз 50 балға. Сізбен қосқан кезде, мысалға, мына жерде 200 бал болып тұр, қараңыз. 3 адамыңыз 50 бал, сіз 50 бал, 200 бал. Маркетинг план бойынша 6%-ға шығып тұрсыз. Міне, мынау Фаберлик компаниясының маркетинг планы. Егер сіз командамен 100 бал жапсаңыз, өзіңіз 50 бал, немесе жеке 100 бал жапсаңыз да, сіз 3% пайдаға шығасыз. 900 теңге кем дегенде табыс. Мен ең бірінші бұл бизнесқа келген кезде 200 теңге табысқа шыққанмын. Қазір 1,5 миллион табыс алып отырмын осы бизнеста. Сондықтан 900 теңге шыққан жерден 900 мыңда 9 миллионда шығады. Одан да көп табысқа жетуге болады. Сіздерге айтатын, міне, 3 адам әкелдіңіз ба, 6%-ға шықтыңыз маркетинг план бойынша. Және, міне, қараңызшы, бұны бір күннің ішінде істеуге болады. Міне, 3 адам әкелгеннің өзінде сіз бір күнде даже 3 адам алып келе аласыз. Өзіңіздің әрекетіңізге байланысты. Болмаса потребительдермен, тұтынушылармен де мына балдардың барлығы бірге қосақталып есептеліне береді, оның асты болсын барлығы. Бір күнде 3 адамды алып келгеннің өзінде сіздікі 50 бал, 3 адамыңыз 50 балдан 200 бал 6%-ға шығасыз. Көрдіңіз ба? Әр күн есептеулі, 20 күннің ішінде командық дамытуды ойлау керек. Енді сіздің жаңа әкелген, мына жерде мен 2 вариантта, 2 нұсқада түсіндіріп отырмын. 5 адамнан деп, мысалға сіз 5 адам алып келсеңіз де бизнесқа айталық. Міне 5 адамыңыз 250 бал, сізбен 300 бал, 300 балдың өзі, міне қарап отырсаңыздар, 200 балдан жоғары, бірақ 600 балға дейін 300 бал құрап отыр ғой. 300 балдың өзінде де сіз 6%-ға шығасыз. Міне бірінші, жоқ дегенде бірінші апта солай құрыңыз бизнесті. 3 апта бар ғой бізде. Енді сіз мына именно бизнесқа келіп отырған, мына жақтағы потребительдеріңізді есептеңіз. Мына бизнесқа келіп отырған адамға осы бизнес жолын түсіндіріңіз. Ол әр қайсысы 3 адамнан әкелген кезде, мына көріп отырсыздар, көгілдір, фиолетовый түсті, күлгін түсті көріп отырсыздар, 3 адамнан әкелген кезде, оларыңыздың әр қайсысы 200 балға шығады. Дұрыс па? Әр адамыңыз 6%-ға шығады. Яғни, екінші апта мына 3 адамыңыздан тараған 3 адамнан әкелуді үйреткеннің өзінде, мысалға, жаңа бірінші вариант бойынша мен көрсеткен 50 балдан әр қайсысын. Мына жерде, мына командаңыздағы А адамыңыз да 200 бал жауап ату кезде, мына Б да 200 бал командасымен, мынау Г деген адамыңызда 200 бал командасымен, сонда сіз 9%-ды жасап отырсыз деген сөз. Дұрыс па? Мына жерде 600 бал жиналып тұр. Оны бір аптада істеуге болады. Міне 9%-ға шығасыз, егер сіз командаңыздан 600 балдан жоғары жасасаңыз 1000 балға дейін. Яғни 999 балға дейін 9% пайда көресіз. 11 мыңнан жоғары табыс. Одан да көп болуы мүмкін. Аяқтарыңызға, сіздің шақырған осы бизнесқа адамдарыңызға байланысты. Егер 3 адамдықпен қарастырдық қой. Енді 5 адаммен қарастырайық. 5 адаммен қарастырып, ол 5 адамыңыздың өзі 3 адамнан әкелгеннің өзінде, мынау да 200 бал, мынау да 200 бал. Енді қараңыз, осы бірінші аптада жаңағыдай 200 бал жасасаңыз, екінші аптада сіз, міне қараңыз, 5 адамыңыз өстіп 3 адамнан әкелгенде әр қайсысы өздері 5 адамыңызда 6%-ға шығады, ал сіз командаңызбен 1000 бал жасап 12%-ға шығасыз. 12%-ке, егер 5 адамнан неғылғанда. Ал егер 3 адамнан таратқанда сіз жаңағы 600 бал жасап 9%-ға шығар едіңіз. 3 адамнан мына жерден. 1, 2, 3. Ал егер 4-5 адам қылып жасағанда, ол кезде барлығына осылай үйретсеңіз, 3 адамнан әкеліп командасына, бизнесқа 50 балдан. 50 салға.
50, барлығы 50 балдан деп. Мен жалпыламай тілде нақты айтып отырмын, тек бизнесқа келген адамдар. 1000 балл сіз 12%-ға шығасыз. Ал енді бұлардың әрқайсысын егер бизнесқа келді деп 3 адамнан есептеген кезде, бұл математическая прогрессия бізде. Қарап отырсыздар ма? Сіздің мына жердегі әрқайсысы 3 адамнан әкелгенде, әр адам мына келген, мына суретте көріп отырғандай әрқайсысы, ол кезде қараңыз, мынауыңыздың аңыздың өзі мына жердегі 3 адаммен жаңа 600 балға шығып тұр ғой. Енді ол әрқайсысы 3 адамнан әкелген кезде, ол кісіңіздің өзі қазір міне есептеп қараңыз, 200-200-ден алған кезде 600, мына жерде 600 балдан бөлек 200 балдан 600 бал, мысалға жауып тұр. Мынау 600 бал жауып тұр. Мынау 600 бал жауып тұр командасымен. Дұрыс па? Мысалы, мыналардан тараған кезде ары қарай тағды. 3 адамнан. Егер тек 3 аяқпен дамытып, сөйтіп, жаңаға мен көрсеткенде, міне, мына суретте көрсеткенде, 3 аяқпен түсіндіргенде, енді жаңаға адамдарды одан сайын сол өзіңіздің істеген әрекеттеріңізді қайталатып, 50 балдан әрқайсына жапқызатын болсаңыз, сіз уже 3-ші апта директор статусына шығасыз. 3-ші апта, мысалға, мына жерде 3 адамнан тарап, 5 адамнан соны таратқан кезде, сол 600 балдан әр адамыңыз 9%-ға шығады. Табысқа. Яғни, есептеңіз, 600 бал көбейтіңіз 5 адамға сіздің бірінші линияңыздағы. Сонда командамен 3000 бал. Мына жердегі потребительдеріңізді есептемегенде, яғни 3-ші апта сіз директор статусын ашу мүмкіндігіңіз бар. Яғни 20 күнде 150 000 теңге табыс кем дегенде. Көрдіңіз ба? 5 адам әкеліңізде, ары қарай оларға 3 адамнан, немесе 5 адамнан әкелсе тіптен көп болады объемыңыз. Осылай 3 аптаны бөліп тастауға болады. Мынау жалпылама түсіндіргенде. Қарап отырсаңыз, міне, жаңағы 3000 бал жапқан адам 23% өзіңіздікі 50 немесе 100 бал 151 800 теңгеден жоғары табыс. Егер сіз осы кезде 5-ші каталогқа дейін 2020 жылдың өзіңіз 3000 бал жауып, жеке 100 бал жауып, командаңызбен 3000 бал жабатын болсаңыз, ол кезде сіз Түркия мемлекетіне тегін саяхат аласыз, және де 275 000 премия аласыз. Біздегі директордың, мысалы қараңыз, директор 8 каталог бойына директор статусын ұстаса, мысалға, 8 каталогыңыз бұл 6 ай. 6 айды 8 каталогты көбейтеміз, 150 000 теңге табысқа орта есеппен. Сонда ол кісі 6 айдың ішінде 1 200 000 теңге орта есеппен табыс алады. Оған компания директор статусын бекіткен үшін 275 000 теңге тағы сыйақы береді, премия. 275 000 теңге премияны алған кезде орта есеппен 6 айда 1 475 000 теңге директорлар табыс ала алады. Ал егер жаңадан кірген адам 9 каталогтың ішінде 2 реттен жаңа бекітіп директор статусын ашып, ары қарай жалғастыратын болса, 9 каталогтың ішінен ары қарай директор статусын ашқаннан бастап, ары қарай 8 каталог бекіткенде, 2 каталог бірінші қатар ұстап, 9 каталогтың ішінде тіркелгеннен дейін. Және де ары қарай оны ұстап отырғанда тағы да 275 миллионды қосымша ала алады. Яғни 1 750 000 теңге жоқ дегенде сол директор статусын тез тіркелген бойдан сәл уақыттың ішінде ашқан адам 6 айда осындай 2 есе бонустармен 1 750 000 теңге директор статусынан табыс алады. Сондықтан біздің бизнес істеуге тұрарлық, қарап отырсаңыздар. Және де одан бөлек қаншама премиялық жаңағы маркетинг бар, премия бар, глубинадан алатын ақша бар, пассивный доход бар. Оның барлығын басқа видеоларда сіздерге түсіндіреміз.
Сондықтан өстіп команда әкеліп, енді бұны қалай мынаны мен сіздерге осылай түсіндірдім жалпылама тілмен. Енді бұлай есептесеңіздер болады. Сіз бір каталогта директорға шыққыңыз келіп жатыр ғой, әр апта сайын. Мынау бірінші апта, мынау екінші апта, мынау үшінші апта. Мына жерде енді сіз кімдермен шығасыз? 3000 балды бөліп тұрмыз, әр аптаға 1000 балдан қылып. Дұрыс па? Командамен. Өзіңіз жеке жабатыныңыз әрқайсыңыздың. Сіздің адамдарыңызды солай істеп директорге шықсын. 100 бал немесе 50 бал өзіңіздің ыңғайыңызға қарай. Енді мына жерде кіммен шығасыз? Қандай адамдармен? Мысалға жаңа А, екіншісі міне Б деген адаммен, үшіншісі жаңа Г деген адаммен, төртіншісі мысалы С деген адаммен, бесіншісі мынау Д деген адаммен шығатын болсаңыз, енді 1000 балды 5-ке бөліп тастаңыз. 1000 балды 5-ке бөлгенде әр қайсысына апта сайын әр командаңызға 200 балдан жасатуыңыз керек. Яғни бұлар апта сайын әр адамыңыз 6%-ға шығып тұрады. 6%-ға, мысалға. Енді екінші апта олар үстіне өсім, прирост жасау керек мына жерде. Тағы да үстіне 200 балға өсім жасау керек. Сол кезде екінші аптада өсім жасаған кезде мынау жабатын балы 400 бал болып келеді. Істетуге болады ғой. Мысалы әр апта сайын, мысалы қазір 200 бал жауып тұрма, мына 200 балдың үстіне тағы 200 бал жасайды мына жерде. Яғни мен общий 400 бал деп әдейі жалпылама жазып жатырмын. Негізі прирост жасаған кезде мынау мен мынаны қосқанда, яғни 200 балдан қосқан кезде 400 бал жасап тұр. Түсіндіңіздер ғой? Приростпен қосқанда 400 бал. Сонда мына жерде 2 аптаның ішінде 400 бал жасап тұр деген сөз. Енді оны 3-ші апта тағы 200 балдан прирост жасасын. Яғни 600 бал. Мысалға, қарап отырсаңыз, 600 бал. Яғни, мына жерде, қараңыз, мына жерде сіз бір аптаның ішінде командаңызбен 1000 бал жасап тұрсыз. Мына жерде 2000 бал жасап тұрсыз. Мына жерде уже 3000 бал жасап тұрсыз. 5 аяқтан тарағанның өзінде. Яғни, істейм деген адамға бұның бәрі есеп. Мынау дұрыстап мотивация беріп, қазіргі акцияларды пайдаланып, дұрыс бағыт бағдар беріп, күнде, мысалға сіз күнде 8 сағат одан да жоғары жұмысқа барған сайын, сіз сол бір 100 000 алдыңыз ба, соны алып жүре бересіз, бір 5-10 жылда үстіне тағы 100 000 қосып берер. Ал мына жерде сіз өзіңіздің әрекетіңізге байланысты. Сіз егер келіп бірден 3000 бал жауып кетсеңіз, 150 000 теңгеге ақшаға шығып кетесіз, келесіде салатын 30 000 теңгеңіз, жаңа 50 балыңыз, немесе 100 балыңыз қалтаңыздан шықпайды. Сондықтан бұл бизнес без вложений деп орысша айтқанда текке айтпайды. Тез команда құру арқылы, яғни осындай план жасап отырып, команда құру арқылы тез дамып кетулеріңізге болады. Баршаңызға сәттілік тіледім. Бұның маркетингтің жан-жақты қыр-сырымен әлі де әр видеода түсіндіремін. Осы маркетингті барынша сіздер пайдаланып, табысты болсаңыздар екен, миллионер болсаңыздар екен деп тілеймін. Және сіздерге әрқашан барлық жан-жақты ақпаратты беруге тырысамын. Сіздермен болған мен Іңкәр, Фаберлик компаниясының бриллиант директоры. Сәттілік тіледім. Болашақ миллионерлер командамызға қосылып, осы видеоны көрсеңіз, лайк басып, комментарий жазып, және де төменде көрсетілген ақпараттар бойынша маған жеке хабарласа аласыздар. Баршаңызға сәттілік.